спорттың түрлері көп ақ. Бірақ сіз дене бұлшықетіңізді, күшіңізді дамытқыңыз келсе, онда пауэрлифтинг спорт түрімен айналысыңыз. Бұл спорт түрін толыққанды қанша уақытта үйреніп шығуға болады? Енді әркімнің өзінің ынтасына байланысты. Негізі бізде де келеді сондай қызығушы 20 жаста, 25 жастағы жігіттер келеді. Мысалы, олардың кейбіреулерін жаңа бұрын спортпен айналысқан болады, мысалы ше. Оның физикасы әркім әртүрлі ғой, мысалы. Біреу мүлдем спортпен айналыспаған болса, оған қиын болады да, мысалы бірдеңеге жету. Өзінің күші болса, физикасы болса, біздің спорт алып кетуге оңай болады. Сол жағынан әркімде әртүрлі болады уақыт деген. Пауэрлифтинг спорт түріндегі ең басты құрылғы. Енді бізде негізі ең басты құрылғы бұл штанга ғой. Бұл штанга бізде жаңа айтып өткен үш жаттығуда приседание, жим лежа, тяга, үшеуінде де сол штангамен жұмыс істейді. Сайыс барысындағы ережелер. Бізде 3 мүмкіндік беріледі. 3 мүмкіндік беріледі. Сол 3 мүмкіндікті өзіңіздің жаңағы тактикаңызбен пайдаланасыз. Ал егер жан басы көтеріліп кеткен жағдайда, басы көтеріліп кеткен жағдайда есептелмейді. Кеудені шығарамыз. Кіргізу керек. Енді жаймен мынаумен тарта бастаймыз жоғарыға. Және түп-түзу тұрамыз. Болды. Бұлай көтерген меніңше тіпті жеңіл көрінеді секілді. Техникамен істеген әлде қайда жеңіл болады. Аяқтың бұлшық етімен жерден тартасыз. Оп. Және тастаймыз. Оп. Икем бар, амал. Бұл спорт түрімен айналысса болады дейсіз ғой? Болады. Пауэрлифтинг спортының қызықты мәліметтерімен таныс болғыңыз келсе, сәрсенбі сайын біздің бағдарламаны жіберіп алмаңыздар.